Жаркент жоғары педагогикалық колледжі жаңа мамандықпен толықты. Білім ордасы мектепке дейінгі тәрбие, бастауыш білім беру, музыка, дене тәрбиесі және спорт, тіл мен әдебиет, информатика және логопедия бойынша жас мамандар даярлайды. Бүгінде бұл мамандықтарда 1200-ге жуық студент білім алуда. Өткен жылдан бастап жоғары педагогикалық колледж логопедия мамандығы бойынша студенттерді оқытуды бастады. Бұл мамандықты енгізудің басты себебі ауданда сөйлеу және тіл дамуында қиындықтары бар балалар санының артуы. Ділназ Кәрімова бірінші курс студенті. Логопедия мамандығы бойынша білім алуда. Ол болашақта кәсіби маман ретінде балалардың сөйлеу дағдыларын дамытуға және олардың әлеуметтік өміріне оң әсер етуге ниетті. Логопедия мамандығын мен ең бірінші ерекше балаларға көмектесуге таңдадым. Осы ауданымызда ерекше балалардың саны өте көп. Соған орай осы педколледжде логопедия мамандығын ашылғанына өте қуанып, құжаттарымды дайындап өткіздім. Соған қатар менің өз інім тұтықпа ауруымен ауырады. Ол заика деп айтады. Соған көмектесуге, сонымен қатар басқа да балаларға көмектесуге осы мамандықты таңдадым. Жаркент жоғары педагогикалық колледжінде 90-нан астам оқытушы қызмет етеді. Білікті мамандар студенттерге терең білім мен тәжірибе дағдыларын үйретеді. Колледжде студенттер үшін барлық жағдай жасалған. Білім ордасында 400 орындық жатақхана бар. Өткен жылы мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа жиһаздармен толықты. Мемлекеттік басшысы биылғы жұмысшы мамандықтар деп отыр ғой. Кез келген мемлекет даму мен тұрақтылыққа негізі болып отыр. Міне сондықтан кәсіби шеберлік пен адал еңбектің жоғары бағалап, осыған орай біздің де осы Жетісу облысының әкімі Бейбіт Өксікбайұлы Исабаев басқарып отырған облыс осы білім саласының өркендеуіне өте ерекше көңіл бөледі. Айта кетейік, Панфилов ауданы бойынша ерекше білім беруді қажет ететін 700-ге жуық бала бар. Олардың арасында тілі кеміс балалар үшін арнайы топтар ашылған. Оның біреуі мемлекеттік, ал екеуі жекеменшік. Бұл топтар балалардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға және олардың әлеуметтік бейімделуде көмек көрсетеді. Нұрай Базархан, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы.